Саламатсыңдар ма, сегізінші класстың балдары? Отырыңдар. Бүгін кім кезекші, сыныпшылар? Бізде барлығы 8 оқушы, бүгінгі келген оқушы 7, бір оқушы себептен келмей қалды. Кім келмей? Тұрлыбек Әлімжан. Қалғандар білі, дәптерlerimizi aldık mı? Al, құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызды көтеріңкі көңіл күймен бастайық. Бірімізге сәттілік тілеп, бірімізге жақсы тілектерімізді айтайық. Бір-бірімізге бүгінгі сабағымыз жақсы, мәнді де, сәнді, бір-бірімізге құрметпен қарап сабақты өтетін болады. Жарай ма? Кім айтады бір-бірінің тілекті? Ербол, саған тілерім күнің сәтті өтсін, сәтті басталып, сәтті аяқталсын, бүгінгі сабақта көптеген жетістіктерге жете бер. Шаршама, тек алға қадам басып жүре бер. Емірхан, бүгінгі сабағына сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақты үздік алушылығына тілектеспін. Өзіңнің орныңда сабақ беріп үлкен белестерден көрінемін. Ағай, бүгінгі сабағыңызға сәттілік тілеймін. Ашық сабағыңызға жақсы өткізе беріңіз, сабағыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет, өте рахмет. Ал, Мейрамбек, сен қандай тілек айтасың, сыныптастарыңа? Рахмет білдіреді, және тілегіңе өте қуаныштымын. Сендерге де, саған да, барлық сыныптастарыңа жақсылық тілеймін. Бүгінгі сабағымызды жақсы өткізіп, көтеріңкі көңіл күймен бітіруіңізге тілектеспін. Сабағымыздың тақырыбы үстел ойындары және үстел ойындарының шығу тарихы. Сабақтың оқу мақсаты тарихи және мәдени шығу тегі, әртүрлі өнер және қолөнер мен дизайн туындыларының ерекшеліктері туралы түсінігін көрсетеді. Үстел ойынының атауы шыққан уақыты мен елін сәйкестендіреді. Әр үстел ойындардың өзінің шығу тарихы бар, соны қазір түсіндіреміз. Сабақтың бағалау критерийлері: тарихи және мәдени шығу тегі, әртүрлі өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының ерекшеліктерін атап көрсетеді. Тарихи және мәдени шығу тегі, әртүрлі өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының ерекшеліктерін зерттейді. Ал, құрметті оқушылар, енді бүгінгі тақырыбымызға сәйкес үстел ойындарының түрлерінен таныстырамыз. Бірінші, шахмат. Шахмат дегеніміз ойыны осыдан 4-5 мың ғасыр бұрын Үндістан елінде пайда болған. Бұны шахмат ойынын 2 адам ойнайды, 64 тақтадан болады. Әр ойыншыда 16-тан тас болады. Мынау пешкі деген ойын тас, мынау піл дейміз, мынау аттың жүрістерін қазір көрсетем. Мынау король, мынау ферзь дейді, мынау офицер дейді. Қазір мен сендерге осы шахматтың жүрістерін көрсететін боламын. Пешкіні тек қана мына шекараға шейін ұзына бойы жүруге болады. Шекарадан кейін бір ақша жүретін болады. Одан кейін ладьямыз тек міне осылай жүретін болады. Бұлайынан, ұзына бойларынан жүре алмайды. Атымыз Г әрпі болып жүреді. Міне былай Г. Жеген кезде де былай, мысалға, о жерде тұрса,
міне осылай жейтін болады. Короліміз тек қана бір таспен, бір тақтаға ғана ауысады. Бұл қалаған жағына ауыса береді, әртүрлі жаққа. Офицер екі түрлі болады. Біреуі қара түсті, біреуі ақ түсті. Ақ түстегі офицеріміз тек қана ақпен жүретін болады. Қара түстегі офицер қарамен жүреді. Түсінікті қоям, шахмат ойын. Қазір тағында көрсетемін. Бір-бірінің ойнағанда түсінетін боласыңдар. Екінші, дойбы ойыны. Дойбы ойында да екі адам ойнайды. Әр ойыншыда 12 тастан болады. Бұда да ақ свет және қара светтен болады. Екі ойыншы бірін-бірін ойнап, ұту мақсат. Әрқайсында екі ойыншыдан болғанда 12 тастан болады, жүрістеріне қарай жейтін болады. Екеуден жеуі мүмкін, үшеуден жеуі мүмкін. Түсінікті ғой, енді келесі біздің қазақтың нағыз өзіміздің төл ойынымыз десек болады. Бұл да осыдан 5-6 ғасыр бұрын пайда болған қазақ тілінде. Бұл құмалақ деген атын түсінікті отырған шығарсыңдар. Қойдың құмалағы деп жатамыз. Ертеректе бұндай тастар, бұндай ойындар болмаған, бұндай заттар болмаған екен. Жерді қазып 9 ұяшық болады. 9 ұяшықты қазып, әр ұяшықта 9-дан болады, сонда 81 тас болады. Bir жағында бір ойыншыда 81 тас, екінші ойында 81 тас. Bu da tuzluk шығарады. Мысалға, мынаны жүріп келіп, қарсылас ойыншыда алатын tuzluk шығарады. Әр түскен тас мына түсе береді, сенің пайдаңа болып түседі. Бұлай айтып бұл ойындардың барлығы 9 құмалақта мына есептеуге, адамның ойлау қабілетінің жоғары болуына, мидың демалуына, бұл жерде әсіресе ең бір кереметі ми демалады. Шахмат ойнасаң да, дойбы ойнасаң да, 9 құмалақ ойнасаң да, адамның ми демалыс болады. Тынығады. Ана ойлау қабілетінің математикалық есептерді қалай, мысалға, қанша ойыннан кейін мына тұздықты алуына болады, қанша ойыннан кейін мынау жұпсаңын тасылып туаламды есептеп отырады жүрді. Бұл өте керемет ойын. Түсінікті ойын, мынау нарды дейміз. Енді нарды да бұл қазақ халқының ұлттық ойын емес, бірақ дегенмен де бұл да үстел ойыны. Бұл да осы 4-5 ғасыр бұрын Кавказ елдерінде пайда болған. Нарды ойыны. Бұл да 15-15-тен тасы болады. Әр ойыншының мына жақта бір ойыншы, мына жақта. Бұда да математикалық ақыл ойды, және есептеу, қалай жүруін, соның бәрі адамның миына, демалуына өте пайдалы нәрсе. Болды. Келесі үстел ойынымыздың түрі домино дейді. Домино үстелде ойналатын ойын дейді. 11 ғасырда Қытайда пайда болған екен. Европаға венециялық саяхатшы Марко Поло әкелген. Қазір доминода 28 тас бар. Әр тасқа 0-ден 6-ға дейінгі белгі салынған. Ойында көбіне 4 адам немесе 2 адам ойнап отырады. Негізі көбінесе 4 адам ойнайды. Міне доминоның тастарын түрлері. 4-4, 6-5, 1-6, мысалға 1-6, 1-2, 6-2 сөйтіп кете береді. Бұл 4 адам ойнаған өте қолайлы болған. Келесі үстел ойынымыздың аты нарды дейді. Нарды арнайы жасалған тақтадағы екі ойыншының үстел үстіндегі ойын екен. Тақта 2 бөлікке бөлінген дейді. Ойын мақсаты ойын сүйегін тастап,
ұпайларға байланысты шашқаларын жылжытып отырып, қарсылас ойыншыдан бірінші болып бір айналым өтіп, үйшікке өтеді. Бұл да ежелден келе жатқан ойын. Бұның негізгі пайда болған жері ғалымдардың пайымдауы бойынша Кавказ елінде пайда болған деп айтады. Нақты дәлел жоқ. Келесі үстел ойындарының түрі. Бұл тоғызқұмалақ деп аталады. Тоғызқұмалақ біздің нағыз қазақтардың ең жақын үстел ойындарымыздың бірі. Бұл ойын негізінен біздің ғасырдың 4-5 ғасырларда пайда болған деп айтылады. Тоғызқұмалақ 9 ұяшықтан тұрады. Қазандық дейді былайша айтқанда. 9 қазандықта, әр қазандықта 9 тастан болады. 9 тастан болғанда 81, қарсыласында да 81 тастан. Бұл ойынның ережесі негізі екі ойыншы ойнай отырып, қайсы тақ саны түскен кезде, мысалы қарсыластың қазандығына 10 тас болған кезде тасты алуға болады, немесе 8, немесе 12. Бұлайша айтқанда, тақ саны түскен кезде тастарды алып жатыр. Одан кейін тұздық шығады. Қарсыласында 3 тас пайда болған кезде тұздық пайда болады. Ол тұзға әр тастаған тастарын тұстырады, сенің есебіне. Сонымен бұл тоғызқұмалақтың ойын ерекшелігі осындай. Бұны екі адам ойнайды. Бұл негізі ежелден келе жатқан ойын болған. Ертеректе біздің ата бабаларымыз алғаш ол кезде бұндай тақтайлар, тастар болмаған, жерді қазып 9 ұяшық істеген екен, қазандық дейді былайша. Қарсыласта 9 қазандық болады. Әр қазандыққа 9-дан 9 қойды құмалағын тастап ойнаған екен. Түсінікті ғой, қазір мен сендерге бұны тағында көрсетемін мына жақта. Ал енді шахмат ережесін өтетін болсақ, шахмат ойыны екі ойыншының арасында шахмат тақтасында ойналады. Ойын тақтасы 64 шаршы метр шаршыдан тұрады. Ойынның басында әрбір ойыншының иелігінде ақ немесе қара түстен 16-16-тан фигуралар пешкелер болады. Енді шахмат тастарының жүрістеріне мән берейік. Бері қараңдар бәрі. Мынау патша. Патшамыз тек қана бір тақтадан бір тақтаға бір-ақ жолмен ауысады. Бірақ қалаған жағына, оңына, солына, жанына да жүре береді. Екінші, ферзі дейміз. Ферзіде ұзына бойы, көлденеңінен, тігінен, жанына қарайды. Қалаған бағытта жүріс ала алады. И жейді алады алдындағы тастарды. Одан кейінгі тура дейміз. Турамыз екі түрлі болады. Біреуі ақ түсте болады, біреуі қара түсте болады. Ақ түстегіміз екеуі де тігінен және көлденеңінен жүріп алып жүретін болады. Одан кейінгі ат дейміз. Ат Г әрпімен жүреді. Г әрпімен. Мысалға міне Г әрпі, былайынан да Г әрпі, міне былай да Г әрпі. Егер мына жерде қарсыластың тасы тұрса, жей алмайды. Ал егер мына жерде тұратын болса, Г әрпінде тұратын болса, тасты алып жеп қоятын болады. Келесі офицер дейміз. Офицерлер екі түрлі болады. Бұнда ақ түсте болады, кейін қара түсте болады. Ақ түстегісі тек қана ақ жолақтармен жүреді. Ақ жолақтармен, қара түстегі тек қара жолақтармен жүреді. Басқа қара түстегі ақ жолаққа түсе алмайды. Ақ түстегі де сондай, қара түске түсе алмайды. Енді пешкеміз. Пешкі тек қана бір ақ таспен жүретін болады. Үстел ойындары ағылшын тілден шыққан ағаш тақтай ойын дегеніміз. Үстел ойын алдын ала дайындалған ойын алаңын пайдаланып ойын алаңы. Әр ойынның
өзіне сәйкес тақталары болады, және оның зат ойын тастары болады. Әр ойындардың тасына қарай. Мысалы, тоғызқұмалақта басқа, шахматта өзінің фигуралары болады, дойбыда болады. Ежелден қалған аңыздар бойынша дейді, шахматты ең алғаш болып біздің дәуірімізге дейін 1000 жыл бұрын Үндістанда математик болып тапқан дейді. Ал кейбір деректер бойынша шахмат біздің дәуірімізге дейінгі 2-3 ғасырда Мысыр, Ирак, Үндістанда пайда болған. Алайда бұл ойынның туралы дәлелді нақты ақпарат болмағандықтан, көптеген тарихшылар шахматтың тарихын біздің дәуірімізден кейінгі 570 жылдан бастап деген тоқтамға келгізді. Шахмат туралы Парсы дастандарында осы дәуірдің 600 жылдарында Үндістанда пайда болған деп жазылған. Қазіргі ғалымдардың зерттеуі бойынша ғасырлар бойы елге аса танымал болған шахматтан ресми әлем чемпионаты 1886 жылы өткен екен. Одан бері 14 шахматшы ғана жоғары дәрежелі атақты иеленген. Оның ішінде мысалға біздің бұрынғы Кеңес одағында Анатолий Карпов, Гарри Каспаров, Камский деген үлкен шахмат әлем чемпиондары болған. Матвейник деген болған. Американың Роберт Фишер деген ұлы шахматшысы болған. Бұлардың бәрі кезінде өз дәуірлерінде әлем чемпионы болып, әлемдік шахмат тәжірибе еткен. Үстел ойындары ағылшын тілінен шыққан ағаш тақтай ойын дегеніміз. Үстел ойынның алдын ала дайындалған ойын алаңын пайдаланып ойын алаңында. Әр ойынның өзіне сәйкес тақталары болады, және оның зат ойын тастары болады. Әр ойындардың тасына қарай. Мысалы, тоғызқұмалақта басқа, шахматта өзінің фигуралары болады, дойбыда болады, нардыда болады. Әрқайсының өзіне сәйкес келетін тастары болады. Үстел ойындарының түрлері: шахмат, домино, нарды, тоғызқұмалақ. Бұдан да басқа біздің ұлттық ойындарымыз көп. Әр халықтың өзіне жақын, өзінің мәдениетіне сәйкес келетін ұлттық ойындары болады. Столда ойнайды, немесе баяғы замандарда жерде ойнай салған. Және біз айтқан тоғызқұмалақ бар ғой, тоғызқұмалақты жерде ойнаған. Жерде 9 қазандық деп аталады. 9 қазандық қазып алатын болған, соған 9 тастан тастаған, тас емес, құмалақтан тастаған, сөйтіп ойнаған. Содан бертін келе заманына сәйкес, заманауи өз техникасына байланысты әртүрлі өздерінің заттарын ойлап тапқан болатын. Келесі үстел ойынымыздың аты нарды дейді. Нарды арнайы жасалған тақтадағы екі ойыншының ойыншының үстел үстіндегі ойын екен. Тақта екі бөлікке бөлінген дейді. Ойын мақсаты ойын сүйегін тастап, ұпайларға байланысты шашқаларын жылжытып отырып, қарсылас ойыншыдан бірінші болып, бір айналым өтіп, үйшікке өту дейді. Бұл да ежелден келе жатқан ойын. Бұның негізгі пайда болған жері ғалымдардың пайымдауы бойынша Кавказ елінде пайда болған деп айтады. Нақты дәлел жоқ бірақ. Енді шахмат тастарының жүрістеріне мән берейік. Бері қараңдар бәрі. Мынау патша. Патшамыз тек қана бір тақтаға бір-ақ жолмен ауысады. Бірақ қалаған жағына, оңына, солына, жанына да жүре береді. Екінші, ферзі дейміз. Ферзіде ұзына бойы, көлденеңінен
тігінен жанына қарайды қалаған бағытта жүріс ала алады. И жейді алады алдындағы тастарды. Одан кейінгі тура дейміз. Турамыз екі түрге болады. Біреуі ақ түсте болады, біреуі қара түсте болады. Ақ түстегіміз екеуі де тігінен және көлденеңінен жүріп алып жүретін болады. Одан кейінгі ат дейміз. Ат Г әрпімен жүреді. Г әрпімен. Мысалға міне Г әрпі, бұлайынан да Г әрпі, міне бұлайдан Г әрпі. Егер мына жерде қарсыластың тасып тұрса, жей алмайды, ал егер мына жерде тұратын болса, Г әрпінде тұратын болса, тасты алып жеп қоятын болады. Келесі офицер дейміз. Офицерлер екі түрлі болады. Бұлда ақ түсте болады, кейін қара түсте болады. Ақ түстегісі тек қана ақ жолақтармен жүреді. Ақ жолақтармен, қара түстегі тек қара жолақтармен жүреді. Басқа қара түстегі ақ жолаққа түсе алмайды. Ақ түстегі де сондай, қара түске түсе алмайды. Енді пешкеміз. Пешкі тек қана бір таспен жүретін болады. Үшірді қателеп тұрады. Үстел ойындары ағылшын тілінен шыққан ағаш тақтай ойын дегеніміз. Үстел ойын алдын ала дайындалған ойын алаңын пайдаланып ойын алаңында. Әр ойынның өзінің зат ойын тастары болады. Әр ойындардың тасына қарай. Мысалы, тоғызқұмалақта басқа, шахматта өзінің фигуралары болады, дойбыда болады, нардыда болады. Әрқайсының өзіне сәйкес келетін тастары болады. Ойын есепке жүйрік болумен қатар, әдіскөй болуды да талап етеді. Мені көрдіңдер ғой, құрметті оқушылар, слайдта да барлық ережелерін, қай жақтан шыққанын, қалай ойнайтынын жалпы түсініктер ретінде көрсетілген. Түсіндір осы, міне слайдтан да көрдік, бұлай затты шахматтың өзі жеке көрсеттім, тоғызқұмалақты көрсеттім, дойбыны көрсеттім. Жалпы түсінікті ғой, түсінік сәлде болса түсіндіңдер ме? Бүгінгі тақырыптың. Ал, құрметті оқушылар, енді бүгінгі тақырыбымызға сәйкес үстел ойындарының түрлерінен таныстырамыз. Бірінші, шахмат. Шахмат дегеніміз ойыны осыдан 4-5 мың ғасыр бұрын Үндістан елінде пайда болған. Бұны шахмат ойынын екі адам ойнайды, 64 тақтадан болады, әр ойыншыда 16-тан тас болады. Мынау пешкі деген ойын тас, мынау піл дейміз, мынау аттың жүрістерін қазір көрсетем. Мынау король, мынау ферзь дейді, мынау офицер дейді. Қазір мен сендерге осы шахматтың жүрістерін көрсететін болады. Пешкені тек қана мына шекараға шейін ұзына бойын жүруге болады. Шекарадан кейін бір ақша жүретін болады. Одан кейін ладьямыз тек міне осылай жүретін болады. Бұлайынан, ұзына бойларынан жүре алмайды. Атымыз Г әрпі болып жүреді. Міне бұлай Г, жеген кезде де бұлай, мысалға осы жерде тұрса, міне осылай жейтін болады. Короліміз тек қана бір таспен, бір тақтардан ауысады. Бұл қалаған жағынан ауыса береді. Әртүрлі жаққа. Офицер екі түрлі болады.
Біреуі қара түсте, біреуі ақ түсте. Ақ түстегі офицеріміз тек қана ақпен жүретін болады. Қара түстегі офицер қарамен жүреді. Түсінікті қоям, шахмат ойыны. Қазір тағы да көрсетемін. Бір-бірін ойнағанда түсінетін боласыңдар. Екінші, дойбы ойыны. Дойбы ойынында екі адам ойнайды. Әр ойыншыда 12 тастан болады. Бұда да ақ свет және қара светтен болады. Екі ойыншы бір-бірін ойнап, ұту мақсат. Әрқайсында екі ойыншыдан болғанда 12 тастан болады, жүрістеріне қарай жейтін болады. Екеуден жеуі мүмкін, үшеуден жеуі мүмкін. Түсінікті ғой, енді келесі біздің қазақтың нағыз өзіміздің төл ойынымыз десек болады. Бұл да осыдан 5-6 ғасыр бұрын пайда болған қазақ тілінде. Бұл құмалақ деген атын түсінікті отырған шығарсыңдар. Қойдың құмалақ деп жатамыз. Ертеректе бұндай тастар, бұндай ойындар болмаған, бұндай заттар болмағаннан кейін жерді қазып 9 ұяшық қойған. 9 ұяшықты қазып, әр ұяшықта 9-дан болады, сонда 81 тас болады. Bir жағында bir ойыншыда 81 тас, екінші ойында 81 тас. Bu da tuzluk шығарады. Мысалға, мынаны жүріп келіп, қарсылас ойыншыда алатын tuzluk берді. Әр түскен тас мынаққа түсе береді, сенің пайдаңа болып түседі. Бұл ойындардың барлығы 9 құмалақта мына есепте адамның ойлау қабілетінің жоғары болуына, мидың демалуына, бұл жерде әсіресе ең бір кереметі ми демалады. Шахмат ойнасаң да, дойбы ойнасаң да, 9 құмалақ ойнасаң да адамның ми демалыс болады. Тынығады. Ана ойлау қабілетінің математикалық есептерді қалай, мысалға, қанша ойыннан кейін мына тұздықты алуына болады, қанша ойыннан кейін мынау жұқсан қылып мынаны тасып ұтып аламын деп есептеп отырады жерде. Бұл өте керемет ойын. Түсінікті ойын, мынау нарды дейміз. Енді нарды да бұл қазақ халқының ұлттық ойын емес, бірақ дегенмен де бұл да үстел ойыны. Бұл да осы 4-5 ғасыр бұрын мына Кавказ елдерінде пайда болған нарды ойыны. Бұл да 15-15 тасы болады. Әр ойыншының мына жақта бір ойыншы, мына жақта. Бұда да математикалық ақыл ойды және есептеу, қалай жүруін, соның бәрі адамның миына, демалуына өте пайдалы нәрсе. Ал оқушылар енді әзірлемесеңіздер үстел ойынның шығу тарихын, ережелерін, қалай ойнайтынын көрсеттім, айтып өттім. Енді іс жүзінде өздерің қазір әрнәрсіне топ-топқа бөліп беремін. Мысалы, Темірханмен екеуінің шахмат ойыны. Қазір мен тағы да түсіндіремін қалай. Мына дойбы ойыны. Мынау өзіміздің 9 құмалақ. Жаңа түсіндірген бойынша енді өздері бастап көріңдерші кәне. Темірхан, сен сәлі болса білесің шахматта, шахмат неме қатысып жүрсің сабағына. Көрсет. Мына дойбы. Дойбы ақ сен алдың ба, бірінші ақ адам ақпен ойнайтын жүреді. 9 құмалақ. Және түсіндіңіз ғой, мынауын тұздықта салған кезде мынаны тұздыққа қоясың. Ойнай берді. 9 құмалақ.
Түсінбегендер жерлер болса сұраңдар мені. Мына аты дұрыс жүрді ғой, иә? Жоқ. Түсінбеген жерлерім болса сұраңдар менен. Айтамын, түсіндірем тағында. Мынау үш тас болған кезде тұздық болатын. Мысалында, тұздыққа мына берген салып болатын болса. Дойбын енді бәріміз жақсы ойнасақ керек, иә? Кішкентайымыздан. Бұл енді кеңінен таралған ойын ғой дойбы. Міне жарайсың екеуі. Түсінбеген жерлерің болса, сұраңдар мені. Түсіндіріп шекарадан өттің мынада. Шекарадан өткеннен кейін мынаны бағанадай жібереміз, біреуде жүретін боласың. Сұрасындар ма, сәді болса? Түсінік пайда болды ма? Мына тастайсың ғой мұнда? Сенің немне қойма. Анау сенің қоймаңды. Осылай, мысалы, 81 тастың жоқ деген 75-78 артық тастың сендер сол ұтқан болады. Түсіндіңдер ме? Мынау әр нені түскенде тақ жұп болғанда өздер мынаған тастай береді. Тақ болса тастай алмайсыңдар. Мысалы, мына қазір 6 ма? 6 болса тастауға болады. 7 болып тас түскен кезде аламайсыңдар сен. Егер 10 болса, тақсан болса аласыңдар. Түсіндің ме? 8, 10, 9 мысалы 12 болып кетсе. Bir жағында 10-12 болып кетсе. 4-те болады. 4, не?
Birinden düşünmeye geliyorum, birinden düşündüğüm oldu. Bunların büyüğü oldu, ciddi. Ne oldu? Toğuzdan koyasınlar mı? Aynen. Koysunlar. Nerede bu sefer düşündüğünler mi? Yani kere baylansızı düşündüğünleri de ayıp verirsinler bana. Düşündüler mi?
Ал құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Жалпы барлықтарың түсінікті болып өтті деп ойлаймын. Ал енді кері байланысты берейік. Темірхан, өзіңнің бүгінгі сабаққа деген қандай түсінік ойларың? Мен бүгінгі сабақта көптеген үстел ойындарын білдім. Шахмат деген ойынды білдім. Бұда қалай жүреді, пешкалар қалай жүреді, піл, ат, фезер, король, офицер деген тастар болады. Олардың әрқайсысының өзгеше жүрістері бар. Мысалы, ат гардымен жүрсе, пешка тек түзу жүреді. Ол тек алдына қарсыласы келген кезде ғана өте алады, оны жеп өте алады. Ал біздің піліміз тек тіке және солда тек түзу жүре алады. Ол қисық жаққа жүре алмайды. Ал біздің атымыз гардымен жүреді. Қайда барса да гард болып жүру керек. Ал біздің офицеріміз өзінің түсімен ғана жүре алады. Мысалы, қара офицер тек қара түспен, ақ офицер тек ақ түспен жүреді. Ал біздің патшамыз өзінің айналасындағы тек бір жайға ғана ауысып жүре алады. Артық жүріс жасай алмайды. Ал біздің фезеріміз қайда тұрса да барлық жерге жүру мүмкіншілігі бар. Өйткені ол өзінің патшасын қорғау керек. Ойынымыз тек қара ұяшықтарда тұрады. Бірінші ақ жүреді, ақ бастайды. Тоғызқұмалақ ойыны ежелгі 5-6 ғасыр бұрын шыққан. Мынандай яшық тапқан екен, жерді қазып 9 қазан болады. Оның әрқайсысында 9 тастан болады. Сен өзіңде қанша тас болу керек? 9 қазандықта? 81. 81. Әр қазандықта қанша тастан түсу керек? 9 тастан. Дұрыс. Ал құрметті оқушылар, бүгінгі үстел ойындары және шығу тарихы тақырыбында сабақ өттік. Барлықтарына түсінікті болды деп ойлаймын. Сабақтың маңыздылығы, ойыны, ойындардың түрлерін, барлықтарын көрдіңдер, үйрендіңдер сәлде болса. Енді үйде де осы тоғызқұмалақты, дойбыны, шахматты оқып үйрене беріңдер. Келесі сабақтарда үлкен болып бір сыныптардың арасында немесе оқушылардың арасында жарыс өткіземіз. Тоғызқұмалақтан, дойбыдан соған барлықтарын дайындалып жүріңдер. Енді бүгінгі сабақтан жалпы алғанда барлықтарына түсінікті болды деп ойлаймын. Мына үстел ойындары, олардың шығу тарихы барлығы. Енді келесі сабақтарға жақсылап дайындалып келеміз. Барлықтарына сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабаққа қатысып жақсы әсер алдыңдар деп ойлаймын. Және жақсы қатысыңдар, кері байланыстарың да өте керемет болды. Барлықтарына сәттілік тілеймін, үлкен рахмет айтамын. Тек қана сабақтарыңызды жақсылап оқып, келесі сабақтарда осы